Good day, children. How is it going? Now let's begin. Today is our new lesson. Open your book on pages 78 and 79. The theme of the new lesson, Robin Hood. Қайырлы күн балалар. Кітабымыздың 78-79 бетін ашамыз. Сол беттегі бүгін Робин Гуд туралы біз үлкен өзімізге ақпарат алатын боламыз. Сол Робин Гудқа байланысты мәтін оқимыз және берілген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Next, exercise 1. What do you know about Robin Hood? Robin Hood туралы не білесіз? Was he a real person? Ол шынымен де адам ба? Read the background information to find out. Төмендегі берілген ақпаратты оқып шығайық, иә? Сіздер ағылшын тілінде сіздердің кітаптарыңызға берілген, мен осыны кішігірім сіздерге аударып берейін. Робин Гуд ағылшын аңызындағы әйгілі кейіпкер. Ол туралы неше түрлі әңгімелер бар, бірақ оның шын немесе шынайы екенін ешкім білмейді. Әңгімелерде Робин Ноттингем қаласының жанындағы Шервуд орманында тұрады. Ол көңілді адамдар деп аталатын топтың жетекшісі болады. Олар патшаның ағасы ханзада Джонға және патша соғыста жүргенде Ноттингемнің зұлым шерифіне қарсы күреседі. Олар байлардың ақшасын ұрлап кедейлерге береді. Робин Гуд халықтың қаһарманы, ол ақылды, шыншыл, нағыз патшаға адал адам. Ол тамаша садақшы болады, иә? Осылай мәтін аударылады. Келесі exercise 2. Look at the pictures which shows. Бізде кітабымызда суреттер берілген. Сол суреттермен берілген сұрақтарды сәйкестендіруіміз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын мына жерге жазып қойдым. Соған қарап отырып, өз нұсқаларыңызды тексеріп алыңыздар. Енді келесі жаттығуға көшеміз. Now let's do exercise 3. Who are the people in the pictures? Listen and read to find out. Суреттегі адамдар кімдер? Оны білгілерің келсе, мына мәтінді жақсылап оқып алыңдар, түсініп алыңдар дейді. Lord of the Greenwood, яғни Greenwood мырзасы деп аударылады. Сіздер мәтін сіздердің кітаптарыңызда бар. Сөзбе-сөз ұстап отырыңыздар. Мен сізге барлық сөйлемдерді аударып беретін боламын. Көптеген жылдар бұрын жаздың бір күні таңертең Роберт Хаттингем графы мен Мариан шіркеуде болады. Бұл олардың үйлену күні болатын. Екеу үйленіп жатқанда кенеттен есік ашылады. Бұл Хоттингем шерифі болды. Және де тойды тоқтат деп айқайлайды шериф. Сен патшаның жауысың. Мен король Ричардтың жауыма ешқашан деп жауап береді. Кім? Роберт, иә? Шериф және оның досы ханзада Джон король Ричард жоқ кезде жаңа король болғандығын айтады. Ол Робертке енді сен оның сарайына, жеріне, оның атағына ие емессің деп айтады. Сөйтіп күзетшілерге Робертті қамауға алуға бұйырады. Бірақ Роберт тым жылдам адам болады да. Күзетшілерден бұрын қашып атқа мініп орманға қарай кетеді. Орманға қарай қашып бара жатқан кезде алдынан бір топ адам тоқтатады оны. Аттан түс, ақшаңды бізге бер деп олар не істейді? Робертке қарсы шығады. Топтағы бір адам Уилл Скарлетт деген Робертті танып, жаңағы адамдар тоқтатады. Сөйтіп олардың барлығы орманда тұратын заңсыз адамдар. Солай жаңағы шерифтің олардың жау екендігін түсінеді. Бүгіннен бастап мен де заңнан тыс адамын деп Роберт те өзін таныстырады. Геспрондық жігіт менің титулымды, яғни атағымды, менің жаңағы сарайымды алды дейді. Сіз де бізге қосылыңыз дейді жаңа ерлердің бірі. Жаңа көп ер кісілер ғой енді. Жизберн мен шерифке қарсы біздің көшбасшы бол. Сол күні кешке ер адамдар оттың айналасына жиналған кезде Уилл Скарлетт Робертке садақпен жебе береді. Сөйтіп оларды не істейді? Сыйға тартады. Рахмет дейді Роберт. Шервуд орманы енді менің құлпым, ал менің атым Робин Гуд деп айтады. Сөйтіп ер адамдар қатты қуанып барлық Робин Гуд мырза деп айтады. Мәтін сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, оқушылар. Next task exercise 5. Read again and complete the sentence. Яғни қайтадан оқып шығыңдар дейді, және мына сөйлемдерді толықтырып жазуымыз керек екен, сөйлемдерді. Бұл мәтінде бар сөйлемдер. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. Осыны дәптерге жазып алсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз де мәтіннен тек жазып, сосын менің нұсқаммен тексеріп алсаңыздар болады.
Now, children, let's do next exercise 6. Complete the sentences. Use gather it, escape it, present it, order it, stop it. Яғни сөйлемдерді толықтырамыз. Бұл сөйлемдерде әрине бізде қайда бар? Мәтінде бар, е. Бұл жерде қайсы сөздерді қойып сөйлем толықтыру керек екен, біздерге мына сөздерді пайдаланыңыздар деп тұр, е. Барлығы өткен шақта тұрған сөйлемдер. Осыларды сіздерге қазақ тіліне аударып берейін. Order it, тапсырыс береді. Stop it, тоқтатады, я, тоқтады деген секілді. Escape it деген қашып құтылады. Gather it деген жиналады. Present it деген сыйға тартады деген, я. Бұл да өте оңай жаттығу. Балалар орын-орнына қойып сөйлемді толықтырып жазып алыңыздар. Ендеше менімен бірге келесі жаттығуды орындаймыз. Next exercise 7. In Paris, find 7 verbs in the text that means said. Яғни said деген айтады деген, айтады деген мағыналарға синонимдес мәтіндегі сөздерді тауып жаз деп жатыр, етістіктерді. Shouted, answer it, said, told, explain it, яғни барлығы айғайлады, жауап берді, айтты, түсіндірді. Осының барлығын біз жатқыза алатын боламыз. Next exercise 8. Put the events in the order they happened. Яғни оқиға неден болды, соны кезек-кезек, бірінші қай оқиға болды, екінші қандай болды, соны кезектестіріп, рет-ретмен қойып жазыңыздар дейді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. Солай өздеріңіз рет-ретмен дәптерге жазып аламыз, немесе мәтіннен қарап өздеріңізде жазып қарасаңыздар болады. Next task is exercise 9. Complete the table using the words below. Төмендегі сөздерді пайдалана отырып, кестені толтырыңыздар дейді. Бұл жерде Робин Гуд мен Sheriff of Nottinghamның екеуіне сипаттама берілген. Robin Hood lives in Sherwood Forest. Ол Sherwood орманында өмір сүреді, және де loyal to King Richard, яғни Ричард ханзадаға адал, honest де адал деген мағынаны білдіреді, демек жақсы адам деген сөз. Sheriff of Nottingham lives in Nottingham Castle, яғни Ноттингхам қамалында өмір сүреді. Loyal to Prince John, Джон ханзадасына адал, және evil is жауыз деген мағынаны білдіреді. Бұл да түсінікті жаттығу, дәптерімізге жазып аламыз. Now next last exercises 10 and 11. 10 in groups decide what happened afterwards. Яғни осы оқиғадан кейін не болған туралы сыныпта әңгімелеңдер, сыныпта шешіңдер дейді. Және де exercise 11. Research the whole story or watch the video. How close your guesses, яғни бұл оқиғаны тереңірек зерттеңіздер, интернеттен ақпаратты көріңіздер, алыңыздар, және сіздің ойлаған болжамдарыңыз да қалай сәйкес келді ме дейді. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Goodbye, children, сау болыңыздар.